Баршаға сәлем, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгінгі рецепт лаваш жасауды бөлісетін боламын. Ол үшін бізге фре қажет, оны өзім қуырып алдым. Және де қияр, қызанақ, және де сиыр етін өзім қуырдым. Кез келген етті қуыра бересіздер. Және де лаваштың қамыры. Майонез, кетчуп қажет. Ең алдымен қамырымызды жайып, етімізді қойып аламыз. Одан кейін помидорымызды қоямыз. Бірінен соң бірін сала бересіздер. Ешқандай қиыны жоқ. Өте тез, өте дәмді болып дайындалады. Картошкамызды. Ең соңында майонез кетчупымызды жағамыз. Одан соң дәл осылай орайсыздар. Осындай лаваш қыздыратын пештеріңіз болса өте жақсы. Егер де болмаса, тапаны қыздырып, екі бетін қыздырып алсаңыздар, ол да әбден мүмкін. Мен оған дейін екіншісін істей беремін. Дәл жаңағыдай саласыздар. Лавашымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.